Қарағай аудан емес, Шығыс Қазақстан облысы емес, тұтас еліміздің мақтанышы болатын азаматтардың бірі. Шындықты айту керек, бірі білсе, бірі білмейді әлі. Кеңінен танытатын азаматтар ең бірінші әрине осы ауданның азаматтары, қала берді облыстың азаматтары. Бізде бүгінде шалақазақтар көп, орыс тілді, жақсы жазады, суреттейді қазағымызды, жерімізді, халқымызды, бірақ орыс тілінде. Қазақша қалам түрте алмайды. Ал Мырзекеңнің екі тілді екенін жаңа менен алдыңғы сөйлеген адамдардың бәрі айтып кетті. Мен тәнті болдым жазған өлеңдеріне. Оған Мәскеудің ақын жазушылары тәнті болды. Орысты қазақ мойындату екі талай. Орыс оңайлықпен жаңа менің алдымда да сөйлеп кетті ғой. Қай заманда өмір сүрдік біз, кеңес дәуірінде. Орысты мойындату оңай емес. Олардың мінез құлқында, мәдениеттің ішінде, әдебиет саласында ең қиын кәсіптердің бірі бұл әдебиетші болу. Кеше жолға шыққан кезде басына барып, Құран бағыштап, біраз нәрсе есіме түсіп келді жеткенше. Сіздердің өмірлеріңізге бірінші рет келуім, талай естіп едім. Бірінші Оралханның кезінде естігенбіз, замандасымыз. Талай жол түсіп еді келуге, көруге. Рет келмеді. Мырзекеңнің өзі де бірнеше рет шақырып еді. Елге апарайын, бәке. Көріңіз деп. Халқымызды. Міне бүгін 75 жылдығына арналған осы ұлы шарада нәсіп етіпті. Келіп қатысуыма. Мен мұны өзіміз халықтың намысын жоғары көтерген, намысын таптатпаған, кезінде күресе білген, айтар сөзін айта білген, қорықпаған, болашақ ұрпаққа үлгі болатын қазақтың жері мен елін мәңгілікке сақтап қалатын ұрпаққа зор үлгі. Мен осы жерді пайдаланып, Райхан апамызға, оның ұлы жәнеге Мырзабек ағамыздың Асқарға зор рахмет айтам. Осы істеріңізді талмай жасай беріңіздер, болашақ ұрпақтары, туыстары және бұлайда замана ері. Тез болжақ, ерте сезген дәуір тезін, әлемдегі ең әділ деген елдің соқыр екен еңбекшіге көңіл көзі. Бай қанаған керейдің көз жасыма, жиі зарлап тоналған өз басыма, әсіресе болашаққа сенген қазақ шеттетілді торғайдай жар басына. Еңбегінің жартысы еш далаға кет, атқан таң, батқан күнің бәрі бейнет. Қазақстан алып пойыз зымырады, тегін бал, текті қымыз сарбидай бол. Бел қарағай, суын ішіп отын жаққан, табиғаты байлыққа батып жатқан, шын сөзі ерлерінің кемеледі, Мырзабектей ерлерін шамын шаққан. Жағымпаз, жалтар емес кесіп айтар, мүйізінен тер бұғының қан боп шайқар, іскер басшы, көріп кел емшілігін, қасиет қадіріне жеткен айтар. Желтоқсанның құрбаны Алтайдағы, ертақталған бір жұлдыз жан сырлары, азаттыққа айырбастар армандарын, азаматтық артынан артаймады. Назарларыңызға рахмет.